баласының бағы болған білгені, керемет қой, күлімсіреп жүргені, жалғандағы бақыттардың бәрінен анашымның артық маған күлгені. Күннің нұры шашылып тұр көзінде, тіршіліктің тынысы бар сөзінде. Жұмақ гүлі төгіледі тек қана анашымның әппақ қардай жүзінде. Ана деген бастауы ғой бұлақтың, анам барда сызық алмас сынақтың. Аналарды жолда хакіметқа тоқта, хакіметқа жаңағы не қылacak, хакіметқа біздің үйме келдір еді, хакіметқа алып кетеміз деп таксиін тоқтатып ұстап қалған біздің сестраны. Сен қорықсаң да енді қазір мені шақырып жатыр қорқып, міне сала жұрттың қасында дейді. Ол құрдан құр неге адам құқыларын олар не қылады. Мен қазір прямой эфирге шықтым. Қазір менің үйімнің қасында да отырыпты адамдар, қазір өздеріңіз куәсі боласыз. Енді шығып жатырмыз мінекей. мен қызым қорқып отыр. Не жаздым болмаса кіріп кетеміз ашмашы. Сондай қылып жыламаса қызым. Жүр. Олар кім өйтіп ұстайтындай? Дәрежеде. Әне отыр, ар жақта отырыпты. Әне машинасы қозғалып жатырыпты. Міне жақта отырыпты міне. Міне. Хакіметтің адамларын қаяқтан білмеймін. Азаннан бері шығармай отыр бізге. Міне. Мына біздердің данкомымыз. Жан жақта адамлар отыр. Не отсаң еле? Жүр. Жан жақта отырыпты да адамдар. Жүр. Бәрі отырыпты. неше түрлі кереметті көрсем де анашымның күлгенінен аспайды. Баласының бағы болған білгені, керемет қой, күлімсіреп жүргені, жалғандағы бақыттардың бәрінен анашымның артық маған күлгені. Күннің нұры шашылып тұр көзінде, тіршіліктің тынысы бар сөзінде. Жұмақ гүлі төгіледі тек қана анашымның әппақ қардай жүзінде. Ана деген бастауы ғой бұлақтың, анам барда сызық алмас сынақтың. Аналарды қадірлейік адамдар, кілті сонда табысталар жұмақтың. Әрқашанда биік болған бағасы, мұңаймасын барлығының анасы. Ана деген көңілімнің киесі, ана деген даналардың данасы. Ауыр айтсақ аналарға біз мейлі, бәрібірде алаңда